Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі өтілетін тақырыбымыз жүйке жүйесінің бөлімдері, жұлын, ми, үлкен ми сыңарлары. Сабақтың мақсаты орталық жүйке жүйесі бөлімдерінің құрылысы мен қызметтерін таныстыру. Балалар, біз бұған дейінгі тақырыпта жалпы жүйке жүйесі дегеніміз не және олардың атқаратын қызметтеріне біршама тоқталған болатынбыз. Бүгін жалпы жүйке жүйесінің бөлімдерін орналастыру бойынша, атқаратын қызметі бойынша талдайтын боламыз қазір сабағымызда. Енді жалпы жүйке жүйесі орналастыру бойынша орталық жүйке жүйесі және шеткі жүйке жүйесі деп біз бөлеміз. Балалар, алдарыңызда көрсетілген сызбада жалпы орталық бөлім немесе орталық жүйке жүйесіне басты мүшелер ретінде жұлын мен ми кіреді. Жалпы орталық жүйке жүйесін қысқартып біз ОЖЖ деп белгілейміз. Ал шеткі жүйке жүйесіне жұлын мен мидан тыс қалған барлық жүйкелер мен жүйке түйіндері жатады. Яғни шеткі жүйке жүйесін ШЖЖ деп белгілейміз, қысқартылған атаумен. Бізде балалар жалпы ми эволюция мұраты деп аталады. Жалпы орталық жүйке жүйесінің ең маңызды бөлімі болып табылады, яғни бас сүйекте орналасады. Үлкен ми сыңарларын біз суретте көрсетілгендей жалпы 4 бөлімге бөлеміз. Яғни бірінші маңдай, екінші төбе, үшінші шүйде және самай бөліктеріне бөлеміз. Бірінші маңдай бөлімі өте күрделі құрылымды, яғни ол адамның жоғарғы жүйке қызметіне жауапты. Яғни маңдай бөлімінде мінез құлық, мотивациясы, зейін, қиялдау орталықтары осы маңдай бөлімінде орналасқан. Төбе бөлігі тері, бұлшық ет сезімталдығына жауап береді. Яғни тері рецепторларына ақпарат келіп түседі. Осы мысалы қол саусақтары, тіл, ерін, сезімтал жүйкелері ғой, осыған байланысты әрбір сигналдар, ақпараттар осы тері рецепторларына келіп түседі. Яғни бұл қызметті төбе бөлігі атқарады. Келесі үлкен ми сыңарларының бөлімі шүйде бөлігі. Шүйде бөлігінде көру орталығы орналасқан. Біз білеміз, көру орталығы көз болып саналады, ал самай бөлігінде есту орталығы орналасқан, яғни есту орталығы құлақ болып саналады. Жалпы үлкен ми сыңарлары балалар сонымен 4 үлкен бөлімге бөлінеді. Ал балалар, жаңа біз жүйке жүйесінің бөлімдері оның ішінде орналасуына байланысты орталық жүйке жүйесінде ми, яғни үлкен ми сыңарларына тоқталдық. Үлкен ми сыңарлары 4 бөліктен тұратынын білдік. Жалпы ми бөлімдеріне тоқталатын болсақ, ми бөлімдері аралық ми, ортаңғы ми, артқы ми, миышық және сопақша мидан тұрады. Ми бөліктері яғни 5 бөліктен тұрады. Ал балалар, жүйке жүйесінің орналасуы бойынша келесі бізде жұлын, яғни жұлын оның құрылысымен танысатын боламыз. Жалпы жұлынның құрылысына келетін болсақ, яғни жұлын омыртқаның жұлын ми өзегінде орналасқан. Омыртқаның сүйек ұлпасы, сауыт тәрізді жұлынды механикалық зақымданудан қорғайды. Жұлында барлығы 31 сегмент бар. Жұлын сыртынан 3 қабықшамен қоршалған. Олар қорғаныш әрі тірек қызметін атқарады. Жұлын құрылысында ағзат және сұрсат болады. Ағзат жұлынның сыртында, сұрсат ішкі жағында орналасады. Жұлын 2 түрлі қызмет атқарады. Яғни олар өткізгіштік және рефлекстік қызмет атқарады. Осы 2 қызмет ағза үшін өте маңызды болып саналады. Өткізгіштік қызметі дене мүшелерінде орналасқан шеткі жүйкелер мен ми арасындағы жүйке импульсін беру. Ал рефлекстік қызметі, яғни ағзаның орталық жүйке жүйесінде орналасқан жұлын мен ми қатысындағы әсерге жауап беру реакциясын айтамыз. Біз алдағы уақытта Ц-рефлекс тақырыбын өтеміз, сол уақытта рефлекстік қызметке толығымен тоқталатын боламыз. Жүйке жүйесі балалар орналасуына байланысты жаңа айттық, орталық және шеткі жүйке жүйелер болып бөлінеді дедік. Орталыққа ми мен жұлынды кіргіздік, ал шеткі жүйке жүйесіне орталық жүйке жүйесінен басқа барлық жүйкелер мен жүйке түйіндерінің кіретінін білдік. Енді атқаратын қызметі бойынша сомалық және вегетативті болып бөлінеді. Сомалық қанқа бұлшықеттерін бақылай алады, ал вегетативті ішкі мүшелерді бақылайды. Балалар, енді бүгінгі тақырыбымыз бойынша қазір тапсырмалар орындауға көшеміз. Балалар, бірінші тапсырмада орталық және шеткі жүйке жүйесін ажыратамыз. Құрылысы мен қызмет арасындағы байланысты анықтаймыз. Екінші тапсырмада ми бөлімдерінің қызметін сәйкестендіреміз.
ми бөлімдері берілген және олардың атқаратын қызметтері берілген. Міне осыны ми бөлімдеріне сәйкестендіруіміз қажет. Үшінші тапсырмада орталық жүйке жүйесінің қызметін салыстыру берілген. Біз жаңа тақырыпта айттық, жүйке жүйесінің бөлімдері оның ішінде орналасуына байланысты орталық жүйке жүйесі және шеткі жүйке жүйесі деп атап өткен болатынбыз. Мына тапсырмада орталық жүйке жүйесінің қызметін салыстырамыз, яғни ми мен жұлын. Ал балалар, енді тапсырманы орындап болсақ, бекіту сұрағына көшеміз.